Жігіттер қалайсыңдар? Жүзақтарың қалай? Мен Тәңірберген Ерлан. Өздерің білесіңдер жаңа пенсиядан жаңа бір жігіттер айтып жатыр. Соны естіп тұрмын. Тыңдап көрсем, халық қинап жатыр, андай мындай деп. Білмеймін, мен таныс жігіттердің дос сияқты. Жұмыста жүрген жігіттер, мен сендерге ырзамын, жұмыстарың оңай емес. 24 сағат поста тұру деген. Карынан зейнетке шығуға 2 сағат тұрса мен шешесі кейін шынымды айтайын өзі зорға шыдайды. Не айтайын жігіттер? Сенің бәріңе табыс тілеймін, денсаулық тілеймін. Сіздер енді Алланың жіберген адамдысыздар, мынау ішкі істер саласы деген адам, Алланың Құдайдың жіберген нәрсесі ол. Доғдыр, полиция деген. Қарапайым халықты қинап жатыр, анда міне жоқ сіздер заңмен істеватсыздар. Мен сіздерге айтарым, качат, до конца качать ету керек. Аяушылықтың болмау керек. Дұрыс деген жұмыстарыңыз. Ырзамын, көріп жатыр. Халықтың не ол? Халықтың не ол сен халық ол. Тәртіп керек бізге. Күніңе аралап жүрмін, жігіттер молодец, оңай емес. Аздан кешкен тұру деген. Жаңа бір-екі жігіттер естіп отырмын, не ол қара халық қинап жатқан жоқ, наказатнада. Сен жұмысын атқарып жатырсыңдар. Бәріңе дух беремін давай. Качат, до конца качать керек болды. Шешесіз. Уақыты келді уже. Тәртіп керек бізге. Бәріңе табыс тілеймін, не тілеймін. Ол кітапта жазып кеткен, Құран кітапта. Кешің түсіген ақшаны алмасаң, күнәһарсың, өзің күнәһарсың. Алың көріп сен, Алланың адамсыңдар, ұмыттаңдар оны. Доғдыр аурудан ақша алмаса, ол жазылмайды. Мен оразаның түсінде айтып тұрмын қазір. Жаңағыдай қинап жатыр, әбішотың әңгіме тоқтатыңдар. Онда сіз естімейтін болыңыз соттан. Жігіттер, ренжімеңдер. Ана молда солдан барма, әкем маған тірде қойып берші, мен шешесі мен қандай кашет деп берген сөзбен. Дауылдас жігіттер, басыңдар. Дәкәстап ететіндер нақып біледі. Сенде бас жоқ қой, мұны Айшемір ешақтың басыма көтеріп